Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Атырау қалалық орталық балалар кітапханасы сіздерге жазушы Сайын Мұратбековтың «Жабай алма» повесін ұсынады. Жабай алма повесі соғыс жылдарындағы ауыл өмірі, ауыр тұрмыс, қажырлы еңбек, адалдық пен адамгершілікті сөз ететін шығарма. Сұрапыл соғыс жылдарындағы қабырғасы қайысқан, балалық шақтың ауыр тіршілігі қаз-қалпында суреттеледі. Повестің түйіні жаманнан жиренуге, жақсыдан үйренуге үндейді. Кейіпкерлер қандай қиыншылықтарға, тағдырдың талқысына түссе де, адамдық бейнені, адамгершілік қасиетті жоғалтпауға, өмірге деген үміттен түңілмеуге, тағдыр тауқыметіне мойымауға, адалдық пен әділдікті баян етіп, адал жанын, таза ниетін мойындауға, сақтап қалуға тырысады. Жазушы оқиға барысында Көкнай атты итті образдау арқылы соғыс кезіндегі жауға аттанған әр шаңырақтың сағыныш бейнесін Көкнай атты образбен суреттейді. Повестің басты кейіпкерлері Қанат, Тоқтар, Назира, Әжібектер болатын. Мейірімділік пен жауыздықты, адалдық пен надандықты суреттейді. Екі ғашық Тоқтар мен Назираның пәк махаббатын соғыс еді. Сүйгені соғысқа аттанған Тоқтардан қара қағазда келіп үлгереді. Бұл тек сүйгеннен арылған Назираның ғана емес, заманның, сұм соғыстың кесірінен екінің бірінің басына түскен қасірет еді. Назира қиындықты жеңу арқылы оқуға, артынша соғыстан азат етілген қалаларда қалпына келтіруге көмекке барады. Повесте соғыстан жаралы қайтқан көбегеннің еңбекқорлығы, Петко, Отто, Бәкке, Қанаттардың бір сиырға шөкімдей шөп үшін неге болсын баратыны нанымды бейнелейді. Құрметті YouTube арнамыздан көрермендері, бізге тіркеліп, алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар.